Талғарда болған жағдайға жүрегім қанжылап тұр да, бірақ таңғалғам жоқ. Еш таңғалғам жоқ. Қазақстанның кез келген бұрышына, кез келген ауылында балалармен ерегесіп қал, 15, 16, 17, 18 жасар балалармен. Сізді тура солай жасап тастайды. Тура солай боласыз. Кепілдік беремін, 99%. Енді айтайын сіздерге. Бізде ол пышақтаған балалардың ішінде сіздің балаңыз болуы мүмкін. Пышақталған баланың ішінде сіздің балаңыз болуы мүмкін. Біз осыған жеткіздік, осыған әкелдік. Мінекей. Осының жемісін жеп отырмыз. Әлі бұдан да зорғысын көруіміз мүмкін, Құдай сақтасын. Өйткені біз балаларымызға беріп жатқан мәдени азығымыз, рухани азығымыз осы оларға. Соның жемісін балалар көріп жатыр, мінекей. Сондай балалар дүниеге келіп жатыр. Қатыгез болып өсіп жатыр. Мен сіздерге айтайын, жан-жағымызға, мен так өнер адамы ретінде жан-жағымды көп бақылаймын, қараймын, наблюдение дейді ғой. Кез келген бұрышқа барыңыз, подвалда мардабой үйірмелер, мардабой жақсындыратын, қол сындыратын, біреудің мұрнын, біреудің бір жерін айырып жіберетін спорт, ол жердегі тренерлардың психологиялық жағдайын ешкім қарап атқан жоқ, тексеріп атқан жоқ. Әйтеу баламыз біреудің жағын сындыра алса екен, біреуді баспен қадай алса екен, болды ғой. Телевидениеда насихатталатын сол шетелге барып біреудің бір жерін айырып келгендер, соларды күтіп алғаны, оларға үй, мәшине бергені, болды, насихатталып жатыр. Қалай қадағаны интернетте қайта-қайта шығады. Көрсететіні сол, біз мемлекеттік деңгейде соларға қолдау көрсетеміз. Біздің билікке дейін солардың кәне астарына тақ мінгізіп, кәдімгі таққа мінгізіп жағдайын жасап жатыр. Осыны жасасын, бірақ осыны үлгі қылып көрсетеміз жас өскелең ұрпаққа. Одан кейін слово пацананы білесіздер ғой, 3-ші класста оқитын менің балам бір күні келіп соны көрсетпегім әдейі. Пацаны не извиняются дейді, папа дейді. Ақша талап еткен, сыныбында сондай жағдайлар болған. Сол сериалға тойып алған. Міне, арзан әзіл, арзан дешевый комедия, кинотеатр, интернет, кез келген дешевый комедия. Дешевый комедия деген ол баланы қатыгез қылатын ең мықты құрал сол. Өйткені қатыгездікке сен андай сочувствие етпейсің, сен оны әзілге айналдырасың. Адамның жүрегін өлтіретін нәрсе. Арзан әзіл. Мен түсінемін, комедияның комедиясы бар. Осы нәрсе орыстың криминалы, атыс, шабыс болды. Біздің көріп жатқан балалар. Міне соның жемісін жеп отыр. Жемісін көріп отыр, нәтижесін көріп отыр. Бір кітапханаға барып жүрген, бір музейге барып жүрген, скрипкада ойнайтын, пианинода ойнайтын бала сондайға бара ма? Айтыңыздаршы. Қайсыңыздың балаңызбен театрға бардыңыз бірінші рет? Бір рет бардыңыз ба? Біз балаларымызды, ұл қыздарымыздың батыр болып, мықты азамат болып өскенін қалаймыз да, бірақ біз кері кетіп жатырмыз. Балаң физикалық мықты болса, ол батыр болады деген сөз емес. Ол батырлықтың ең бірінші принцип ол мейірім. Ол сөзінде тұру, ол адамгершілік. Қалған өзімен келеді. Мен алысқа бармай қойын, жай ғана бірақ мысал келтірем, түйін өздеріңіз жасаңыздар. 10 миллион еврей, израильдықтар 10 миллионға жетер жетпес, 400 миллион арабты мамалатып отыр, Ішінде бір UFC чемпион жоқ екен, бір боксер, бір борец жоқ екен, Халқында даже. Бар шығар бірен саран, біреу айту мүмкін қазір. Енді алып қараңыз, ішінде шахматистер бар, әлем чемпиондары. Ішінде пианистер бар, скрипачтар бар. Не бір дәрігерлер бар, мықты-мықты, ғалымдар бар, бірақ армия мықты. Армия мықты. Енді Дагестанды алып қарайық, Чечняны алып қарайық. Ауылының бәрі борец, бәрі төбелес күш. Алды UFC чемпион, легенда Құдай аспанға шығарады. Бірақ мемлекет құл, бодан ел. Басқа империяның боданы. Солай ғой. Соған жетті. Спортта жолы болмағандар ОМОН, мент, қайсын болды. Сондай енді, бұлай шыққанда жандай шап.
жандай шап ел болып отыр. Не ғылым, не технология дамымаған. Енді өздеріңіз шешіңіздер, балаларыңыз қандай мемлекетте тұрғысы келеді. Балаңыз қандай мемлекетте тұрғанын қалайсыздар. Өздеріңіз түйіңіздер. Осылай балаларымызды қатыгездікке тәрбиелеген өзіміз, жемісін өзіміз көріп жатырмыз. Нәтижесін. Пышақталған баланың отбасына өте қиын. Қайтыс болған. Және де 16-17 баланың ішінде болған ата-анаға да оңай емес. Ол кез келген басымызға келуі. Әр қайсымыздың. Өйткені бізде қоғам бір. Жеп жатқан рухани азығы бір. Көріп жатқан нәрсесі бір. Суицид болып жатыр неше түрлі.